бақытымын, арлымын, ана тілім, ең асылым, байлығым. Қазақ баспасөзінің бір тармағы саналатын, бір бұтағы саналатын ана тілі газетіне 30 жыл толып отыр. Былай қарағанда аз көрінуі мүмкін, кейбір аға басылымдармен салыстырған кезде. Бірақ та оның ар жағына терең үңілсек, үлкен бір тарих жатыр деуге болады. Қазір енді газетіміздің негізгі тақырыбы белгілі. Бұл енді тіл мәселесі. Тіл болғанда да қазақ тілінің, мемлекеттік тілдің жайы. Осы тақырыпқа байланысты газет бетінде көптеген материалдар жарық көріп жатыр. Тіл мәселесі өзекті болғаннан кейін бұл тақырыпқа атсалысып жүрген оқырмандарымыз өте көп. Осы 30 жылда бұл басылымда көптеген азаматтар қызмет жасады. Жақында біз сол қызметкерлердің тізім жасағанда олардың саны сол 100-ден асқанын байқадық. Олардың ішінде кәдімгі елге белгілі ақын жазушылар бар, қайраткер азаматтар бар. Біз әрине ол азаматтармен мақтанамыз. Енді газеттің негізгі тақырыбы тіл болғанменен, бірақ біздің көтеріп жүрген тақырыптарымыз ауқымды. Өйткені тілді жеке қарауға болмайды. Бұл өзі жан-жақты мәселе. Сондықтан да тілмен қатар тарих мәселесі, әдебиет дейміз бе, мәдениет, өнер, осы жағында сол терең қозғауға атсалысып жүрген жағдайымыз бар. Енді газет туралы оқырмандардың пікірі қазір жақсы. Бұлай енді байқаймыз, келіп жатқан хаттардан, сырт көзден жылы-жылы пікірлер айтып жатыр, жақсы шығып жатыр, өзекті мәселелерді көтеріп жатырсыздар деп. Бұндай сөздер әрине бізді қанаттандырады. Енді алдағы уақытта да сол оқырмандардың сол талап деңгейінен шығу үшін өзіміздің жаңағы қабілетімізді, күш-жігерімізді жұмсай беретін боламыз. Енді 30 жылдық бұл да бір енді белес, мерейтой. Сондықтан да мен осы әріптестерімді, осында кезінде қызмет істеген журналистерді, жалпы оқырман қауымын осы мерейтойменен шын жүректен құттықтаймын. Ана тіліміз алдағы уақытта да сол еліміздің ардақты басылымдарының бірі бола берсін. Жалпы қазақ баспасөзінің мерейі арта берсін дегім келеді.